Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгінгі сабақта біз мынандай көйлектегі бүрмені қалай есептеу керек екенін білетін боламыз. Ал қыздар, көйлекте, киімде бүрмелі көйлектер бізде жиі кездеседі. Бұндай бүрмені қалай есептейміз? Бұның арнайы өзінің коэффициенті бар, есептеу әдісі бар. Яғни 1 мен 2-нің аралығында. Мына көйлекте белдің өлшемі 70 см, кеңдікті қосқанда. Жалпы кеңдікке 6 см бердік қой. Сонда 70 см бізде дайын күйіндегі белдің ұзындығы болды. Енді мен осыған 1,5 коэффициент қостым. Ол не деген сөз? Яғни 70-ті 1,5-ға көбейтесіздер. Мен көбейттім. 70-ті 1,5-ға көбейттім. Сонда менде 105 см шықты. Яғни мен 19 см полосканы 105 см ұзындықта қиып алдым. Менде уже бірінші ярусы дайын болды. Келесі яруста мына жерде місеке. Мына ярусты дайындау үшін 105-ті қайтадан 1,5-ға көбейтесіздер. Яғни 105-ті 1,5-ға көбейткен кезде менде 157 см шықты. Бірден 60 қылып алдым бұны. Мынау екінші ярусы менде 1,60 болды. Үшінші ярусты тоже осылай 1,60-ті 1,5 коэффициентке көбейткен кезде 2-де бір нәрсе шықты. 2,5 қойдым. Мен 2,5 қылып алдым. Төртінші яруста уже 2,5-ді 1,5 коэффициентке көбейткен кезде менде 5 метрдей ұзындықта шықты. Яғни мына жерде 2,5 метр, 5 метр, мына жерде 1,5 метр, онда 105 см, яғни 1 метр 5 см. Сонда керек коэффициентті белден бастадық қой, 70-ке 1,5-ді көбейттім. Егер ярустағы мынандай бүрмесі аз болсын десеңіздер, онда 70-ке 1,2-ні көбейтсеңіздер болады. Болмаса жағдай яруста мындай бүрмелеріңіз көп, жиі болсын десеңіздер, онда бірден белдегі ұзындықты 2-ге көбейтесіздер. Сонда қалыпты жағдайда бәріне бірдей 1,5 коэффициентпен, болмаса 2 коэффициентпен көбейтетін болсаңыздар, сіздерде бір тегіс әдемі ярус, әдемі бүрме шығады қыздар. Мынау шифон матасынан жасалынған бүрме. Шифон матасында бүрме қатты былай әдемі болып көрінеді. Содан кейінде шифоннан именно осындай бүрмелі көйлекті тігіп көрсеткім келді. Алдағы уақытта егер комментарийға жазсаңыздар, болашақта осындай көйлекті мен сіздерге YouTube каналынан қалай тігу керек екенін сабағын салып отыратын боламын. Осымен қыздар, бүгінгі сабақ бітті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Колокол басып, подписка жасауды ұмытпаймыз.